Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында лаваш жасау жолдарын көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Мен өзім бұл рецепті алғаш жасап көрдім. Енді өзім ұнағандықтан сіздермен бөлісем деп шештім. Үй жағдайында өте керемет ыңғайлы екен балаларға лаваш жасап бергенге. Енді осылай өлшеп алған ұнымыздың үстіне тұз салып және қайнаған суды құйып, бір қасық ас майын қосып араластырамыз. Алдымен жақсылап қасықпен араластырамыз. Содан кейін ғана барып, қолмен жақсылап илеп алатын боламыз. Енді қамырымызды илеп, жақсылап одноразовый пакетке салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Бір 15-20 минуттан кейін қайтадан алып, тағы бір илеп, қайтадан жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Сол кезде қамырымыз жылтыр, қолға өте ыңғайлы болып тиеді, бүдірленбейді, яғни өте әдемі болып шығады. Енді илеп алған қамырымызды жарты сағаттан кейін алғаннан кейін өзімізге ыңғайлы етіп екі бөлікке бөлдім, және сол әр екі бөліктің өзін граммен өлшемедім, тек көз мөлшермен ғана барлығын түгелдей бөліп шықтым. Енді осы бөліп шыққан кішкене қамырларымызды бірін жайып аламыз. Одан кейін үстіне толығымен май жағып шығамыз, жұқа етіп. Және соның үстіне тағы да бір қамырымызды қойып, яғни бір жайғанда екі қамырды жайып шығатын боламыз.